Армысыздар, құрметті қазақ елі. Сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Өздеріңіз білесіздер, Тоқаев бір емес, бірнеше мәрте Ресей мен Украинаның арасындағы соғысқа байланысты ашық түрде мәлімдеме жасады, және ол мәлімдеме елді әрі-сәрі күйде қалдырды. Яғни не себепті Тоқаев бұлай айтты деген сияқты. Тоқаев сол кезде бұлай деген болатын, яғни Ресей әскери тұрғыда жеңілмейді деді. Оны өткен жолы Германияның канцлері Шольцпен кездескен кезде де айтты. Кешегі өткен жақында ғана болған Қазақстандағы үлкен жиын кезінде де Тоқаев Ресейдің әскери тұрғыдан жеңілмейтінін, Украина белгілі бір келісімге келу керек дегендей пікір айтқан болатын. Алайда мен айтқалы отырған бұл мәлімдеме президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа ұнамауы мүмкін, десе де мен мұны айтуым керек, себебі мен белгілі бір деректермен сөйлегелі отырмын, яғни тарихи деректермен. Ресей бұл кезге дейін, дәл осы уақытқа дейін талай рет жеңілістің ащы дәмін татты, және жеңілмейді деп тұрған жерінде талай рет ойсырай жеңілді, және масқара келісімшарттарға көнуге мәжбүр болған болатын Ресей тарихында. Енді соларды сіздерге тізбелеп айтып берейін, асықпай тыңдағайсыздар. Жалпы Ресейдің тарихына алып қарайтын болсаңыз, сонау Мәскеу кезеңінен бастайтын болсақ, Мәскеу кезеңінде Ресейдің Иван Грозныйдың тұсында қандай күшейгенін білесіздер. Біздің мына түркілер мемлекеті, жалпы түркі халықтары құрған мемлекеттер Қазанды 1552 жылы, 1556 жылы Астраханды жұтып қойды Ресей әскері. Одан кейін Сібірге ауыз салды, Қазақ хандығымен тікелей шекаралас мемлекет болып шықты. Иван Грозный, осындай мықты мемлекет құрған Иван Грозный Ливон соғыстарында жеңіліске ұшыраған болатын. Ресейді сол кездегі жеңіліске ұшырағандығы туралы бүгінгі ресейлік тарихшылардың өзі ашық түрде мойындап жатыр. Яғни алып мемлекет құруға қадам басқан мемлекеттің үлкен жеңілісі туралы. Жарайды, Ливон соғысы. Ливон соғысынан кейін Иван Грозныйдың қандай жеңілісі болды? Әрине 1571 жылғы Дәулеткерейдің, яғни Қырым ханы Дәулеткерейдің тікелей Мәскеудің өзін басып алуы, Мәскеуді өртеп жіберуі. Иван Грозныйдың сол кезде қалада болмаған айтады, кейбіреулер Иван Грозный Қырым әскерін көріп қашып кетті деп айтады. Жалпы айтқанда, Мәскеуді басып алғаны бұл факт, яғни дерек 1571 жылы Қырым ханның қолына өтті Мәскеу. Қырымдықтар, Қырым әскері Мәскеуді өртеп жіберді. Қаншама орыс халқын тұтқындап, Кафа базарында, жалпы мына шығыс елдеріне құлдыққа сатып жіберді сол кездері. Одан басқа, енді империя дәрежесіне келейік. Білесіздер, Ресейдің тарихы империялық кезеңі бұл Петр I патшаның кезінен басталады. Сол кездегі Еуропадағы ғана емес, әлемдегі ең мықты әскери мемлекет саналатын Швецияны тас-талқан еткен Полтава шайқасында Петрдің даңқы бүкіл әлемге тарады деп айтуымызға болады. Алайда сол Полтава шайқасында шведтердің тас-талқан шығарып Еуропадағы ең мықты державаны күйреткен Петр патша артынша 1711 жылы Осман империясына шайқасы кезінде Осман империясымен жеңіліс табады. Қалай? Полтава шайқасында жеңіліске ұшыраған Швецияның королі 12-ші Карл Осман түріктеріне қашып барады, яғни Осман империясына қашып барады. Түріктер оларды жылы қабылдап, жеңіліс тапқан Швеция королін өз елінде паналатады. Алайда Ресей бұған қарсы болып, Осман империясын қысымға ала бастайды. Сол кезде Осман сұлтанының өзі ашық түрде Ресейге соғыс жариялайды. Осылайша 1711 жылы шведтердің өзін тас-талқан қылып жеңген Ресейдің әскерін бастап келген Петр патшаның өзін Осман түріктері қоршауға алып, амалы құрған Петр патша Осман түркілеріне келіссөзге адамдарын жіберіп, бейбіт келісімге келуге мәжбүр болады. Бұл соғыста Ресей түбегейлі жеңіледі. Осылайша бейбіт келісімге келу арқылы Петр патша қоршаудан аман шыққан екен. Бұл да тарихта Прут соғысы деп аталады, Прут жорығы деп аталады. Ашып оқысаңыздар толығырақ болады. Одан басқа келес шайқасты айтайын. Бұл шайқастың маңыздылығы ерекше дейтін себебім бұл бүгінгі Украинаның территориясында болған оқиға. Бұл Қырым соғысы. 1853-1856 жылдары болған соғыс. Қырым соғысы кезінде Ресей тағы да османдарды сол аймақтардан ығыстырып шығаруға тырысады.
оп оңай жеңіске жетемін деп үміттенеді, бірақ Осман империясына еуропалық державалар көмектеседі. Осылайша Қырым соғысында қаншама шығынға ұшыраған Ресей 1853-56 жылдардағы осы соғыс кезінде қаншама шығынға ұшырап, ақыр аяғында Париж бейбіт келісіміне қол қоюға мәжбүр болады. Осылайша 1856 жылы бұл соғыс аяқталады. Осман империясының жеңісімен Ресей жеңіліс табады. 1856 жыл Қырым соғысы. Одан кейін бұл соғыс Ресейдің әлдеқайда артта қалғанын көрсетті әскери тұрғыдан. Күйреп жатқан, яғни біздің мына орталық Азия мемлекеттерін басып алып жатқанмен бұл тұстары, бірақ еуропалық державалармен салыстырғанда әлдеқайда әскери тұрғыдан, әлеуметтік, экономикалық тұрғыдан артта қалғанын көрсетті. Алайда бұл патша әулетін құлатпады, бірақ келесі соғыс патша әулетіне үлкен соққы берді, Романовтар әулетіне, яғни Ресейде қаншама жылдар бойы билігінде ұстап келе жатқан әулетке. 1904 жыл орыс-жапон соғысы, тарихтан жақсы білесіздер. Жапонияны сол кезде көбісі жеңеді деп ойламады. Алып империя болып тұрған Ресей жан-жағын жайпап, Жапонияны да ығыстырып шығарады деп ойлады. Алақандай ғана Ресейдің бір провинциясындай ғана көлемі Жапония, алайда Англияның көмегімен бұл соғыста Ресейдің тасталғанын шығарды. Осылайша қиыр шығыста Ресейдің билігі әбден әлсіреді. Және Жапония Кореяға бақылау орнатты. Және мына қиыр шығыс аймақтарына өзінің ықпал ету кеңістігін кеңейте түсті. Жапониядан тасталқан болып жеңілді. Бұл оқиға үлкен соққы болды дейді Ресей билігіне, патша әулетіне. Бұл орыс-жапон соғысы 1904 жылға. Одан басқа Бірінші дүниежүзілік соғыс алып қараңыздар. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Ресейдің әскері соғысқа араласты, алайда оңбай жеңілістің дәмін татты. Бұл соғыс жалғаса берді, қашан патша әулеті құлайым дегенше. Осылайша большевиктер, Ленин бастаған большевиктер, коммунистер яғни, билік басына келіп, патша әулетін, яғни Романовтар әулетін тақтан тайдырып, коммунистердің билігі, яғни кеңестер одағы құрылды. Осылайша Ленин соғыстан шығатынын, Ресейдің соғыстан шығатынын ашық түрде мәлімдеді. Осылайша Ресей соғыстан шығып кетті, бірінші дүниежүзілік соғыстан. Одан кейінгі жағдай, кеңестер одағы орнады. Одан кейін Ресейдің бір шарықтау шыңы деп айтуымызға болады, бұл Брежневтің тұсы. Брежневтің тұсында үлкен саяси әскери қателік жіберіледі. Бұл кеңес әскерінің Ауғанстан территориясына кіруі болатын. 1979 жылы кеңес әскері Кремльдің тапсырмасымен Брежневтің мәлімдемесінен кейін жалпы кеңесе отырып, олар мына Ауғанстан жеріне әскер кіргізеді, кеңес әскері. Ол кезде де ойлады, кеңес әскері екінші дүниежүзілік соғыстан кейін жеңілмейтіндей көрінді. Өйткені білесіздер, тарихта жеңілмейтін әскер деген бір ұғым қалыптасқан. Мысалы, жеңілмейтін армада, испандық армада қалай тасталған болды Англияның жерінде. Жеңілмейтін моңғолдардың армиясы қалай тасталған болды Жапонияда, біздің Сұлтан Бейбарыс пен Айын Жалут түбінде қалай тасталған болды, жеңілмейді деген атақ алған. Одан басқа жеңілмейтін әскерлердің талай жеңілісі болған. Сол сияқты ол кезде де ойлады, екінші дүниежүзілік соғыстан кейін ядролық державаға айналған, әлемдегі екі полярлы билік орнаған кеңестер одағы мен Америка құрама штаттарының қалай бәсекелескен білесіздер. Алайда Ауғанстан жеріне кіргізген кеңес әскерінің масқара жағдайда шығарылғанын да білесіздер. 1979 жылы әскер кіргізілді Ауғанстан жеріне. 1989 жылы арада шамамен 10 жылдан жуық уақыттан кейін кеңес әскері Ауғанстан жерінен шығарылды, жеңіліспен аяқталды. Моджахеттер кеңес әскерін жеңіп шықты. Осылайша Ауғанстан жерінде де үлкен сәтсіздікке ұшырады кеңес әскері. Осылайша кеңес әскерінің Ауғанстан жеріндегі 1989 жылы шығарылған білесіздер әскерді, Ауғанстан жерінен кеңес әскері артынша бірнеше жылдан кейін кеңестер одағы ыдыраптанды. Тасталқан болды, мемлекеттер тәуелсіздік алды, және бұл соғыстан кейін әлемдегі геосаяси жағдай мүлде өзгеріп кетті. Көріп отырсыздар ма?
Мен сіздерге тек қысқадан нұсқа түрінде айтып отырмын. Бүкіл тарихты ашып, ақпарат құралдарынан ашып, кітаптардан ашып, интернеттен ашып оқысаңыздар болады. Тек үлкен жеңілістерін айттым. Бұның алдындағы мысалына битва на реке Калка дейді ғой, яғни Қалқа өзеніндегі шайқасты айтуға болады. Моңғолдардың Сүбедейдің әскерінен қалай жебемен Сүбедейдің әскерінен, яғни моңғол әскерінен қалай тасталқан болып жеңілгенін білесіздер. Тарихтан айта берсе көп. Сондықтан Тоқаевтың жасаған мәлімдемесімен мен келісе қоймаймын, себебі Ресей жеңілмейді деп тұрған тұста талай рет жеңіліп қалған. Бұны тарихтың өзі көрсетіп отыр. Сондықтан Украина мен Ресейдің арасындағы соғыс қалай аяқталады, ол уақыттың еншісіндегі мәселе.